Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын хачапури дайындайтын боламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы су және жылы сүт қажет. Енді осы сұйық массамызға ашытқы және қант и бір қасық тұзымызды қосамыз. Бір араластырып жібереміз. Кейін оның үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және қамырымыздың иленіп болуына аз қалғанда шемішкі май қосып жібереміз. Сол кезде біздің қолымызға жабыспайтын өте керемет жұмсақ қамыр дайын болып шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Осы жасаған тестодан негізі шағын 2 хачапури шығады, бірақ ыдыстарыңыздың көлеміне қарай үлкен біреуін дайындап шықсаңыздар да болады. Енді қамырымыз көтерілді, 2 бөлікке бөліп жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа болып та кетпеу керек, өйткені біздің қамырымыз қатты жұқа болса қытырлақ болып қалуы мүмкін. Жайып алған қамырымыздың екі шетіне сыр салып, видеода көрсетілгендей дөңгелектеп орап шығамыз. Дайын болған қамырымызды противеньге орналастырамыз және оның бетіне, яғни ортасына тағы да молынан сыр салып шығамыз. Кейін қамырымыздың жан-жағына жұмыртқамыздың сары уызын жағып шығамыз. Кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне жұмыртқамызды салып, тағы да 10 минутқа қызып тұрған пешке салып аламыз. Біздің хачапуриіміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын.